Бұл сылқымды соңғы кездері сахна төрінен көру мүмкін болмай жүр. Соғылған үздіксіз біздің қоңырауларға жаңалығым көп, бірақ уақытым жоқ деп еркелеп жауап беруге шебер Ақерке бүгін біздің арнада. Мен жақын арада ақш-та болып қайттым. Америка құрама штатының Техас штатындағы Хьюстон қаласында Silk Road деген халықаралық фестиваль болды. Сол жерде Қазақстанның атынан өнер көрсеткен болатынмын. Сәтті өткен сапарыңыз және Техас штаты ұсынған марапатыңыз құтты болсын. Бірақ сіздің сахна төрінен көрінбей шығармашылық тоқырауға ұшырағаныңызға бір ай емес, бақандай бір жыл уақыт болды. Түркия елінде өзімнің жеке концертімен болып өткен болатынмын. Қобызым жан серігім атты. Түрк тілін жақсы меңгергендіктен, түрк тілін жақсы білгендіктен, мен еш қиындықсыз қазақтың аспабының тарихын, күйлерінің мазмұнын айтып түсіндіре білдім. Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл деген нақылды бек ұстанған қобыз шығару жуық арада түрік елінде тағы да шығармашылық кешін өткізуге ниетті. Әрине, Түркия елінде бірнеше қалаларында концерт беру ойымда бар. Өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол. Әрине, дәстүрлі аспапты шетелге насихаттап жүргеніңізге өнерсүйер қауым дән риза. Десе де үлкен кештің куәсі ең әуелі қазақ жұрты болғаны абзал еді. Қазіргі кезде ондай концерт беру ойымда жоқ, себебі ол үлкен дайындықты, қаражатты, жарнамалықты қажет етеді. Осылайша қиыла берілген жауаптың астарында мұндай шығынды көтеретін жоғарыдағы ағалар мен қалталы көкелер аз деген өкпе жасырынғандай. Менің ойымша біздің халқымыз әзірге үлкен концертті, яғни қыл-қобыздың концертін тыңдай алатын тыңдармандардың аздығы. Жарайт, қалталы ағаларды емес, қарапайым көрерменді кінәлаған сөзіңізге сендік. Десе де ұлттық өнерді өзіңіз секілді мамандар кеңінен насихаттамаса, дәстүрлі аспапқа деген махаббаттың артпасы да хақ. Айтпақшы, қобызыңызды насихаттаймын деп жүріп, өзіңіздің жеке өміріңізді ұмытып кетпегейсіз. Оқуымды бітірдім, жұмысым жаман жүріп жатқан жоқ. Әрине, тұрмыс құру әр қыздың ойында бар деп ойлаймын, бірақ ондай өмірлік жан серігімді әлі таба алған жоқпын. Түр ұсқынынан гөрі жан дүниесіне көп мән беретін адамдардың бірімін. Сұлу деп сұлу күнге күн болады, көп сұлудың ар жағы түн болады. Кейбіреулер келеді толған айдай, ішінде қабан шошқа жайлағандай. Кейбіреулер келеді тым ұсқынсыз болған мен іші кірсіз дейді. Талғамға талас жоқ, әйткенмен де Ақерке таңдаған тазға жолығады. Сол себептен 7 рет өлшеп 1 рет кесемін деп жүріп бармақ тістеп қалудан сақ болыңыз.